Қайырлы таң, құрметті оқырмандарым. Түрім мұжылып тұр, мән бермей қойыңыздар. Кеш жатқанбыз. Бүгін енді соттың соңғы күні деп жатыр. Кешегі жарыс сөздің жартысы қалды. Содан кейін күдіктілер соңғы сөз сөйлейді екен. Сол жақтан сіздерге тікелей репортаж жүргізіп отырамын. Болған мән-жайттарды айтып отырамын. Мен парақшама жазылыңыздар. Әділдік жасасын. Міне бүгінгі жарыс сөзде, соттағы соңғы сөзде аяқталды. Енді бүгінгі сотқа тоқталар болсақ, күдікті жақтың ата-аналары сөйледі. Соның ішінде менің жаныма батқаны бір ата-ана Шерзаттың өліміне өздерінің ата-анасы кінәлі дегенде болды. Яғни Шерзатты жақындары ата-анасы құтқара алмады деген сөз. 4 адам жүр. Балалар бармай тұрып, әжесі жүр, анасы жүр, қаржаубай жүр, ағасы жүр. Сонда жалғыз бір Шерзатты қорғай алмағандар ма? Дәл осы кісінің баласы, күдікті Азамат Тоқтабаев сөз барысында менің баяғыда жазған қазақпыз ғой деген өлеңімді оқып берген бар емес пе? Бұл жерде де сот залында өзім әлеуметтік желіден балалық кезден тыңдап жүретін бұл кісіні, Жан Ахмадиев деген кісіні мен өзім өлеңдерін қазақпыз ғой, қазақтықты сақтайық, қазақпыз ғой, күнә жасап арымыздан аспайық, бөтендердің алдында біз көлденең жатпайық деп соның өлеңдерін мен тыңдаймын. Бірақ енді неге екенін білмеймін. Аяқ асты резонанс туып кетті. Мына отырған кісі жанында Жан Ахмадиев деген кісі қаншама зат айтты. Шакалдар басын жарды, бүйтті, сөйтті деп әлеуметтік желіде. Оны айтудың қажеті жоқ, ол әлеуметтік желіде. Сіз желіде біліп алып айтыңыз, сізге айтарым. Әлеуметтік желіде айтылғандар сотпен ескерілмейді ол. Жалпы ол кісілер мені кінәлап отыр, себебі мен резонанс тудырды, сондықтан халық бізді жек көріп кетті дейді. Менің мақсатым ақиқаттың анығын айту. Яғни ол кісілерді халық мен айтты екен деп жек көрген жоқ, олардың қатыгездігі мен адам өлтіргені үшін жек көріп отыр. Соны түсінсе екен деймін. Шерзат Полаттың сотындағы жасы үлкен адвокат кісі. Ата деп осылардың жасын сақалын сыйлайын десең бар ғой, сол жасына сай қылық қылмайды ғой. Сарапшы айтты ғой, баланың денесіндегі жарақат мынадай, пышақтың ұзындығы мынадай, ол өте үлкен соққымен келгенде сондай үлкен жарақат алады деп. Енді Қаржаубай тұрсын өз баласына өзі ары қарай кіргізіңкіреп. Не, осы біздің қоғамда жала жабу мода болып жатыр ма жақыннан бері? Не деген фантазия мынау? Адвокатсың ғой, соттың алдында тұрсың, миллиондаған халық қарап отыр. Бір кәсіби деңгейдегі бірдеңе айтуға болады ғой. Кезекті сот отырысы бітті. Бәрі айтатындарын айтып алды, соңғы сөз берді. Енді только үкім шығаратын отырыс болады. 5-не қалып жатыр. 5-не жариялайтын болды үкімді. Кеше прямой эфирде де айттым, өзім болжамдарымды кімге қанша береді, сол қазір бәрін мазалап отқан сол вопрос қой. Қайсысына қанша жыл береді, біреу не адвокаттар, не заңгерлер, кімдер ол жерде бар, біреуде духы жетпей жатыр конкретно нақты айтуға да. Енді үкім әртүрлі болуы мүмкін. Негізі әділдік болса, мен ойлаймын, негізі по справедливости, негізі объективно қарасаң, бұл істі негізі доследованияға жіберу керек. Қайт тергеуге жіберіп, экспертизалардың бәрін дұрыстап жазап, сараптаушыларды шақырып, олармен конкретно тағы тергеушілер жұмыс істеп, жақсы нелерді зерттеп, тексеріп, тергеп, кейін ғана уже нақты үкім шығару керек. Қайтадан сот жасау керек. Енді ондай болмаса, егерде осы қазіргі дәлелдер жетеді десе, шамасымен мынандай болады деп айтам. Енді бұл таза менің личное мнением, енді өздерің білесіңдер, ертең уже 5-не 4 сағат 4-5-терде уже салыстырып көресіңдер, уже тура келді ма, келмеді ма. Менің ойым, мен біреуге қатты тисе ренжімейсіңдер. Енді это мое право прогноз жасауға. Сол үшін былай болады. Нұрбол Тоқтаубаев 5-5,5 жыл, Азамат Тоқтаубаев 12-13 жыл, Нұрқияс 8-9, Дархан шығып кетеді деп ойлаймын, Думан да шығып кетеді деп ойлаймын. Дидар мен Равилді ғана білмедім, оларға қалай ол негізі Дидарды вообще босату керек. В крайнем случае за недонесение
за недонесение хабарламаған үшін оны соттауға болатын еді да, в крайнем случае да. И то ол айтып жатыр, бала шағамды ойладым, қорқып қалдым, беттім деп нетіп, сол енді Дидарды негізде босатып, сол за недонесение ары кетсе 1 жыл 2 жыл условно беріп, сонымен негіз шығарып жіберу керек. Равильді тоже білмедім, қалай олар уверенно, ол вроде вообще мына жақта жүрді, қалай оған уверенно пышақтадың деп айтып жатқан, соны мен түсінбедім, ол камерада бәрі көрініп тұр. Так что Равильді білмедім. Енді Абзалды тоже мен онша сенбей жатырмын, негізі ол именно Шерзатты өлтіргеніне, пышақ тыққанына сенбей жатырмын, бірақ сотына дәлелдер жеткілікті десе 20-22 жылда, 20-дан 22 жылға дейін беру мүмкін де, 23-те беріп қалу мүмкін, сол бірақ сотталмаған, өзі былай мойындады, мынау қылмыстарды мойындады, так что олар совсем прям қосып жібермейтін шығар, ана екі статьяны. Сонымен бір 22 жыл деп ойлаймын, 20-22 жыл. Ущерб, материальный ущерб тоже адамдар сұрап жатыр, ол ешқашан ол саңырақ деп айтуға болады, ол кімнің саңырағы оны білесіңдер, ол сары біреудің 660 миллион ешқашан оны нетпейді, қанағаттандырмайды. Кім кінәлі болып шығат пышақ тыққан, соған, наверное, бір 20 миллион ары кетсе болады, 15-20 миллион, қалғандар там 3 миллион, 5 миллион ары кетсе сондай ущербтерді ілет, өйткені олар бір жұмыс істеп жатқан жоқ, бір материалдық мықты бір семьядан емес, жағдайлары прям бір ұрып тұрған бір жағдайлары жоқ. Так что сол 5-10 миллионнан приблизительно сол сотталып отырған кезде жұмыс істесе, соны төлей алатындай, материальный ущерб төлей алатындай, сол 5-10 миллионнан болады. И главный сол Абзал шынасыл болса, оған 20-25 миллион ілеуі мүмкін, одан көп ешқандай нені ілемайды, 600 миллионды ұмытыңдар. Так то сол болжам сондай, енді 1-2 күн қалды, өкінішке орай тура айттың алдына біраз адамдардың жүрегін ауыртатын болды, біраз адамдар нервтер көтеріліп, өкініп жылайтын болды. Енді өмір сондай болды. Енді бәріміз только сол сот шешімі әділ болсын деп айтамыз. И қазір бостандықта жүрген 1-2 адам, негізі бұл оқиғаға тікелей кінәсі барлар, олар да жазаға тартылады деп сенімдімін. Бәрін аман болыңдар, сабыр болыңдар, абай болыңдар. Бұл Қуат Хамитов саяси көзқарасын үшін мен ішінде қатысатын жаңағы жарыстарды, бойларды отменять етіп, мені қатыстырмай қудалап жатыр дейді. Айналайындар, кішкене ұялыңдар шеш. Кіммен күресіп әтсіңдер сендер? Халықпен күресуді қашан қоясыңдар? Соның несін көп көрдіңдер ме, сол істеп жүрген ісін? Үйде қамадыңдар, ұрдыңдар, айттыңдар, бүйттіңдер. Сосын екінші жағынан халық қайда қолдайтын? Әуелде қаңтарда жүргенде қолдаймыз деп бәрін бір комментарий жазыңыздар. Әуелде Қазақстанның туын желбіретіп, әр жерге барып спорт шараларынан орын алып сөйтіп жүргенде бір қолпаштадыңдар. Қазір шамалы көзден кетіп еді, қасында ешкім қалмай қойдыңдар ғой. Солай ағайын, өз ойым, қолдап жүрек елдің батырларын. Құрметті қазақстандықтар, қазір біздің қоғамды бит-бит жан-жаққа тартып, оппозициялар көбейіп, әрбір хан болуға тырысып жатыр. Біреу айтады, мен күштімін дейді, мына жақта мынандай партия шықты, ана жақта мынандай партия. Жарайды, күшті, керемет. Оппозиция көп болсын Қазақстанда. Шетелде де қазақтар көп болсын оппозицияда жүрген. Әңгіме жоқ. Шындықты айтсын, үйтсін, бүйтсін. Бірақ бұл әкені ауыстыргендер бір-біріне жау болып жатыр ғой. Бір-біріне. Ой, Серікжан Біләш мынандай, ой, Франциядағы Мұхтар андай, ой, Қуаттан Махметжан анау тым күресшіл, тым ұлтшыл, ой, анау мынандай деп бір-біріне тіс жау, маған да жау жетеді. Осы Америкада мошенниктер туралы пост шығардым, бітті солардың туған туыстары, анасы, мынасы, ой, сен маған бәле, сен ананы проектісің, сен. Америкада жүрген қазақтардың өздері көп мұнда мошенникпен болып жүрген, бандымен кезінде қашып келген, халықты алдаған.
и өтірік оппозицияға кіріп кетеді, өтірік белсенді болады, бірақ Қазақстанда түк істемеген адамдар. Түсінесіздер ме? Сондықтан қазір біздің қоғам не істейтінін білмей, кімнің сөзін тыңдап, қай жерде шындық екенін білмей жатыр да. Шындықты білу үшін сіз өзіңіз күнде саяси ақпараттарды қарау керексіз, оқу керексіз. Міндетті түрде бір блогердің, тиктокердің, болмаса өтірік ютубердің ақпаратын қарап керек емес, әсіресе Қазақстанда. Түсінесіздер ме? Өздеріңізден бастаңыздар, кейін түсінесіздер кім қандай шындық айтқанын. Бірақ мынандай нәрседе қазақтың басы бірікпеуі бұл баяғыдан келе жатқан жаман дүние біздің қанымызда бар ондай нәрсе. Әркім өз алдына хан болғысы келеді. Бірақ именно осындай система бізді құртып жатқанын түсіну керекпіз. Рахмет.